наурыздың 10 күні Қазақстан уақытымен түскі сағат 3 шамасында жаңа айдың туылуы болады. Бұл жаңа айдың туылуы бір сезімдерге, эмоцияларға толы болады. Сезім эмоциялардың бір теңізінде жүзіп жүргендей боламыз. Қай адамға қарамасақ та бір шүпілдеген сезімдер, өзінің бір сүйіспеншілігін білдіргісі келіп, немесе бір келіспеушілігін білдіргісі келіп жүрген адамдар. Мына тоқты белгісіне 20 наурыздан бастап күн ғаламшары өтіп, жаңа бір астрологиялық жаңа жыл басталғанға дейін, себебі тоқты белгісі ең бірінші белгі ғой. Ал бұл соңғы жаңа ай. Сондықтан бүкіл ішкі өксіктерімізді, ішкі бір қорқыныштарымыздың бәрін жіберіп, жақсылап бір жылап алатын, бір ішкі бір сезімдерімізді шығаратын кезеңіміз. Немесе ауырып жүріп, көп бір ем таппай, бір емін тауып алатын, бір шипа тауып алатын кезеңіміз. Және жай ғана мынау шынымен сенген армандарымыз жүзеге асатын кезең. Қанат бітетін армандарымыз. Соны аспанға мынау кәдімгі бір қолдан жасалған бір самолет құсап ұшырып кеңістікке. Соған бір нақты, смелы қимылдар жасау тоқты белгісінен марттың 20-сынан бастап күн өткеннен кейін кірісеміз. Оған дейін кеңістікке жоспарларымызды, армандарымызды қолдан жасалған жаңағы бір қайық, самолет құсап жүзуге жібереміз, немесе ұшырамыз. Әсіресе су белгілері, саршаян, балықтар және шаян белгілері. Осы үш белгі сіздерге ең сәтті өмірдегі бір келетін шанстар дейміз ғой, соларды қолданатын кездеріңіз. Ең бір көрікті де көрген болатын, өз ортаңыздағы ең беделді, бір өзіңізге деген бір сенімділігіңіз артатын кездер болады. Мынау келесі сәуір айындағы жаңа ай туылғанға дейін кезең бір ай бойы. Ертең 10 наурыздан бастап. Онан соң бикештер белгісі сіздерге өте маңызды. Жаңа ай әсіресе есеп қисап жүргізуде және махаббат салаңызда партнерлар өмірлік бір бақыт таңдайтын кезеңіз. Махаббатта да, кәсіпте де. Не тұрмысқа шығасыз, не балалы боласыз, не жоспарлайсыз, не бір сондай адамды кездестіресіз өміріңізде. Маңызды бір айналым кезеңдеріңіз сіздердің. Бұл жаңа ай 5 мен 15 наурыз аралығында туылған балықтар және 8 мен 18 қыркүйек аралығында туылған бикештер. Сіздер нақты бір жоспарлар құрасыздар, істер жасасыздар, құжаттар толтырасыздар, армандаңыздар, смелы, қимыл жасаңыздар, жоспарлаңыздар. Сіздер ең қазір қай ортада болмасын көрікті боласыздар, әдемі боласыздар, көзге бірінші түсесіздер, қай ортаны болмасын ұйытқысы боласыздар, және өздеріңізге деген сенімдеріңіз артады. Өмірлік бір шанс дейміз ғой, былайша сәттіліктер артады. Шанстар келеді өмірдегі сіздерге. Онан соң шаяндар 8 менен 18 шілде аралығында туылған. 7 мен 17 қараша аралығында туылған саршаяндар сіздерге өте жағымды аспекті. Қиындықсыз келетін сәттіліктер. Қай есік болмасын қағып кіріңіздер. Кім болсын хабарласыңыздар, звондаңыздар, ізденіңіздер. Әрекеттер жасаңыздар. Сіздерді сәттіліктер күтіп тұр. Біреуге ұсыныс жасағыңыз келсе, ұсыныс жасаңыздар. Бастығыңыздың алдына кіріп, айлаңыз көбейту туралы сұрасаңыз, үстемақылар қосылады. Жақсы кезеңдер қазір. Осы мынау 10 наурыз менен 8 сәуір аралығы. Жаңа дүние келуші. Және ешқандай өкінусіз. Себебі істеп жүрген жұмыстарыңыз сіздерге ұнамауы мүмкін, ондай жұмыстан шығуларыңыз керек. Немесе жасап жүрген кәсіптеріңіз сіз ойлаған ақша қаржыны алып келмеуі мүмкін, ондай кезде тоқтатуыңыз керек. Солай жаңа нәрсе жасауыңыз керек. Басқа нәрсе, басқа бір жоспар, басқа бір жолдармен жүруіңіз керек. Осы күнге дейін жасап көрмеген істермен айналысу керек. Одан соң егіздер 6 менен 16 маусым аралығында туылды.
және мергендер 7 менен 17 желтоқсан аралығында туылады. Сіздерге жағымсыздау аспекті, тік төртбұрыш аспекті бұл астрологиядағы, бірақ бұл трансформация аспектісі. Бұл дегеніміз кәдімгі мынау жыланның қабығы секілді, қабықтарыңызды тастап, тек жаңаға қарай ұмтылу керек екендеріңізді көрсетеді. Сіздерге жаңа айдың туылуы оңынан келсін.